Баршаларыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге мен Еркеназ. Бүгін осындай балмұздақ жасайтын боламыз. Екі ағзаттан тұрады және де өте арзан болып шығады. Отбасыларыңызға ұнайды деген сенімдемін. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Ең алдымен ыдысымызға сүтті құйып алатын боламыз. Және де оған осындай смесь қосатын боламыз. Мен осындай клубничный түрін алдым. Әрбір дүкенде сатыла береді. Осылай қосып, оны жақсылап миксерлейтін боламыз. Миксердің ең ақырын жылдамдығынан ең үлкен ұзақ жылдамдығына дейін араластыратын боламыз. Бізде осындай қою, осындай консистенция пайда болу керек, және де оны бетін жауып, тоңазытқышқа 2 немесе 3 сағатқа қойып қоямыз. Мен мінеки 1,5 сағаттан кейін алдым. Сіздерде 2 немесе 3 сағатқа қоюға кеңес беремін. Осында екі ағзаттан және де ең арзан балмұздақ жасаймыз. Дүкеннің балмұздығынан да дәмдірек және де өте күшті болып шығады.